Теміртау музейі үш ұрпақтың тағдыры туралы баяндайды. Ұлы Отан соғысының майданында соғысқандар туралы, қираған елді аяққа көтергендер туралы, және де отан үшін еңбек етіп жүргендер туралы. Бұл қала тарихы, отбасы тарихы, жеңіс тарихы. Ұлы Отан соғысы ол тағдырда із қалдырғанымен адамдардың рухын сындыра алмады. Ерлік тек майдан шебінде ғана емес, сонымен қатар тылда да жасалды. Соғыс жылдарында Самарқанд кентіне, болашақтағы Теміртау қаласына үлкен жауапкершілік жүктелді. Жеңіске жету үшін жұмыс істейтін кәсіпорындарды құру. Бұл жауапкершілік қарапайым адамдардың мойнына жүктелді. Сыздықов Әубәкір еліміздің электр станцияларына арналған бөлшектерді дайындайтын құю механикалық зауыттағы ең үздік ұста болды. Сонымен әкем 1934 жылы Каргреске жұмысқа орналасты. Содан кейін оны құю механикалық зауытына шақырды. Ол жерде темір ұстасы болды. Ол 55 жыл жұмыс істеді. Барлығы майданға аттануға тырысты, бірақ тағдырдың жазғаны басқаша болды. Сыздықов Әубәкірге тылда одан басқа майданға қажетті, жеңіске жету үшін қажетті жұмысты ешкім орындай алмады. 1941 жылы соғыс басталды. Әкемді әскерге алып кетпекші болды. Құю механикалық зауытында. Ол бізге бұл жерде қажет. Соғысқа арналған бөлшектерді жасайды. Тіпті жас инженерлердің өзі әкеңіз сияқты сызбаларды білмейді. Әкесінің ағасы Төлте 1941 жылдың шілдесінде Қарағанды қаласының Киров аудандық әскери комитеті мен әскерге шақырылды. Әскерге шақырылғанға дейін ол Каргрес 1-де жұмысшы болып істеді. Бәрі жылап тұр. Бізде көкемізді құшақтап жылап. 1942 жылы желтоқсанда отбасы қайғы жамылды. Сыздықовтар әулетіне Төлтенің өлімі туралы қаралы хабар келді. Әкеміз күтіңдер, жеңіс болады. Біз бәрібір жеңеміз. Біз жұмыс істейміз. Біздің цех қосалқы бөлшектерді жасайды, көптеп жасайды деп айтатын. Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Барлығы майдан үшін, жеңіс үшін тынымсыз еңбек етті. Бәріміз қуандық, жеңіс деп бір-бірімізді құшақтадық, құттықтап жатырмыз. Біздің жауынгерлер жарады, біздің батырларымыз. Майданда шайқасқан көшілерімізді де еске алды. Басқа түскен қиындықтарды жеңе отырып, Сыздықовтар отбасы Теміртау қаласында тұрып, еңбек етіп жүр. Әкесі Әубәкір зауытта жұмысын жалғастырды. Әжем медицинаға бар деді. Медицинаға бардым. 57 жылы мектепті бітіре салып түстім. 63 жылы бітіріп шықтым. Бірден Теміртау қаласына тубдиспансерге жолдама алдым. Осылай мен тубдиспансерде 52 жыл жұмыс істедім. Әубәкірдің немересі Гүлмира анасының жолын қуып, өмірін медицинамен байланыстырды. Ол акушер-гинеколог болып жұмыс істейді. Аялы алақанымен мыңдаған теміртаулық нәрестені дүниеге әкелді. Оның жетістігінің түп тамырында Ұлы Отан соғысы. Соғыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіру, кезіндегі ата-бабаларының басынан кешкен қиындықтары жатыр. Біздің аталарымыз ерен ерлікпен шайқасты. Соғыстағы қанды майданда біз үшін, біздің болашағымыз үшін жанын берді. Тылда жүргендерде өз денсаулықтарын аямады. Жеңісті барынша жақындатуға. Біз аталарымыздан өмірдің мәні емес, отанға деген, туған жерге деген сүйіспеншілікті үйрендік. Біз оларды мақтан тұтамыз. Біз сол ұрпақты еске алып, әркез мақтан тұтамыз.